Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін сіздермен үй жағдайында котлетті қалай әзірлеймін, сол жайлы бөлісетін боламын. Өте оңай әрі дәмді болып шығатын рецепт. Сондықтан сіздерге де дәл осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін бізге қажетті заттар: тартылған ет және нан. Нанға су құйып 15 минутқа қоямыз. Одан кейін картоп, пияз қажет. Барлығын ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Нанды да судан сығып алып өткізіп алсақ болады. Енді үстіне бір жұмыртқа және дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді котлетіміздің формасын дайындайтын боламыз. Формасын үлкен кіші ғып, қалауларыңыз бойынша алуға болады. Формасын жасап, бірден ұнға аунатып алатын боламын. Барлығын осылай жасап шығатын боламыз. Жасап болған котлеттерімізді қызып тұрған майға орташа отта екі жағын қызартып қуырып алатын боламыз. Барлығын қуырып болғаннан кейін котлеттерді 20-25 минут мантаваргіде пісіріп аламын. Мінекей котлеттеріміз дайын, өте дәмді әрі әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.